Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Торғын. Бүгін ашытқысыз жасалатын осындай пирожки жасаймыз. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Ол үшін пиязды қуырып, оның үстіне сәбіз қосып, осылап араластырып, одан кейін капустамызды салып, осылап қуырып аламыз. Одан кейін оған тұзын, приправа қоссаңыздар болады. Бұқтырып піскенге шейін ұстаймыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ұнға тұз, сұйық май және ыстық қайнаған суды қосамыз. Жақсылап бірінші қасықпен араластырып аламыз, одан кейін қолымызбен қамырымызды илейміз. Болды, дайын қамырымызды. Енді жұмысымызды жалғастырамыз. Қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Менде 16 пирожки шықты. Бірдей етіп бөлеміз. Өте дәмді болып шығады екен, осылай жасап көріңіздер. Енді әрбір бөлігімізді жұқа етіп жаямыз. Сіздер ешқандай қиын болмайды, өйткені сұйық май құрамында көбірек болғандықтан осылай ешқандай ұнның көмегінсіз өзі жайылады. Одан кейін міне салмамыз салып, осылай орай саламыз. Болды, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Ортасына кез келген салманы салуға болады. Ет, картошка, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.